Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, мамықтай жұмсақ үлпілдек болып шығатын банан қосылған құймақтар пісіретін боламыз. Дәмі сондай ерекше, сондықтан видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы да өте оңай. Каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: банан, қопсытқыш, сұйық май, 2 жұмыртқа, ұн және қант. Ең алдымен бананды шанышқының көмегімен майдалап езіп аламыз. Мінекей майдалап езіп алдық. 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Қант саламыз. Тағы бір араластырамыз. Құрамдардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Қанша граммнан салу керек екен, сол жерден көре аласыздар. Сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Енді ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай кішкене араластырып жібереміз. Енді осы ұнымызды сұйық массамызға қосып отырып, араластырамыз. Мінекей дайын. Табамызға аз мөлшерде май құйып, қыздырамыз. Майымыз қыза бастаған кезде осылай 1 ас қасықтан саламыз. Жаймалаймыз кішкене. Құймақтар өте тез піседі, қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Мінекей бетіне тесіктер пайда болды. Келесі бетіне аударамыз. Келесі бетінде қызарғанша пісіреміз. Мінекей шығарамыз. 2 беті де қызарды. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Өте оңай әрі тез. Мінекей құймақтарымыз пісті. Өте дәмді әрі жұмсақ үлпілдек болып шықты. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасы толықтай піскен, жақсы көтерілген, үлпілдеп тұр. Ас болсын.